Саламатсыңдар ма балдар? Бүгін біз 4-ші сынып қазақ тілі 110-ші сабақты талдайтын боламыз. Видеоны көрме алдын арнаға тіркеліп кетіңіздер. Видео ұнаса комментарияға өз пікірлеріңізді жазыңыздар. Ұшқыш болар баламын. Келер шақ. Келер шақ дегеніміз келетін шақты айтады. Мысалы, мен ертең сабақ оқитын боламын. Бұл әлі болған жоқ, келетін шақты айтады. 27-ші жаттығу. Өлеңді тыңда. Ұшып келем көгімде. Ұшып келем мөлдір аспан төрінде. Көкте жүріп қызығамын жердегі, сонау өзім ұшқан өңірге. Анау менің асу белдерім, асқаралы тауларым мен көлдерім. Туған жерден қанша биік ұшсам да, көз алдымда тұрады ылғи ол менің. Бұл жерде өзінің асқаралы тауларын, көлдерін айтып жатыр, иә? Ұшып келем деп, бұл жерде яғни ұшып келем көгімде деп өзінің таулары мен көлдерін айтып жатыр. Тыңдаған мәтіннің негізгі тұстарын белгілеп ат. Соның негізінде мәтіннің мазмұнын айт дейді. Ұшып келем мөлдір аспан өзім ұшқан өңір. Асу белдерім, асқаралы тауларым, көлдерім туған жер. Осыны жазып аламыз балалар. Енді 28-ші жаттығуға өтетін болсақ, 28-ші жаттығуда мақал-мәтелдерді жатқа жаз дейді. Бұл жерде 2 мақал-мәтел берілген. Оны бір оқып, одан кейін кітапты жауып қойып дәптерге жазып аламыз. Біріншісі, ақыл көпке жеткізер, өнер көкке жеткізер. Екіншісі, азаматпен дос бол, қадіріңді біледі. Келер шақ етістіктерін тап, оларға сұрақ қойып өзара салыстырыңдар. Келер шақ етістігі жеткізер, не істер, қайтер. Осы шақ етістігі біледі, не істейді. Айырмашылығы келер шақ етістігі іс-әрекеттің болашақта болатынын білдіреді. Ал осы шақ етістікті күнделікті қайталанатынын, немесе дәл қазіргі кезде болып жатқан әрекетті білдіреді, иә? Осы жауапты жазып аламыз. 29-ші жаттығуға өтеміз. Берілген етістіктерді 3 шақта жаз дейді. Оқы, көр, ойна. Осы шақтың да өткен шақтың да келер шақтың да түрлері көп. Сондықтан олардың жұрнақтары өзгеру мүмкін. Бүгін дәл осылай ғана болу керек деген сөз емес. Бұл жерде қазір 29-ші тапсырмада берілген етістіктерді 3 шақта жаз дейді. Оқы, көр, ойна. Оқы, көр, ойна деген сөздер берілген, иә? Осыны осы шақта айтатын болсақ, оқып отыр, көріп жатыр, ойнап отыр. Өткен шақта айтатын болсақ, оқыды, көрген, ойнапты. Келер шақта айтатын болсақ, оқымақ, көрер, ойнамақ. Әлі болған жоқ, істейін деп жатқан істі айтып жатыр, иә? Енді 30-ші жаттығуға өтетін болсақ, сызбаны пайдаланып, етістіктің шақтары туралы білетініңді айт дейді. Етістіктің шақтары осы шақ қимылдың сөйлеп тұрған сәтте болып жатқанын білдіреді. Өткен шақ әрекеттің сөйлеп тұрған уақыттан бұрын екенін білдіреді. Келер шақ қимылдың сөйлеп тұрған сәттен кейін келешекте болатынын білдіреді, иә? Балалар, енді 31-ші жаттығуға қарайтын болсақ, 31-ші жаттығуда жұмбақты оқып шешуін тап. Аспанда жүзеді, қанатын қақпайды. Жерде де жүреді, бауырлап жатпайды. Бұл жерде жауабы ұшақ. Етістіктерді тап, қай шақта тұрғанын айт дейді. Етістіктер жүзеді, қақпайды, жүреді, жатпайды. Бұл етістіктер осы шақта тұр, иә? Сөйлем ұшақ әлемдегі ең жылдам көліктің бірі. Жауабы ұшақ. 32-ші жаттығуға өтетін болсақ, сызбаны қарап ойлан, содан соң өзің қорытынды жаса дейді. Бұл жерде өз, мен, сен, біз, көр, қуан, ойла деген сөздер берілген. Өз етістігі осы шақ. Өсемін, бірінші жақ жекеше. Өсесің, екінші жақ жекеше. Өсеміз, бірінші жақ көпше. Көр етістігі осы шақ. Көремін, көресің, көреміз. Ойла етістігі осы шақ. Ойлаймын, ойлайсың, ойлаймыз. Қуан етістігі осы шақ. Қуанамын, қуанасың, қуанамыз. Балалар, видеоны арнаға тіркеліп кетіңіздер, сау болыңыздар.